Қазіргі заман талабы бәсекелестікке сай мамандар даярлау. Еліміз тұрақты әрі қарқыны дамыған сайын мұғалімдік мамандықтарға сұраныс арта түседі. Сол себепті Ақтөбе гуманитарлық колледжі бұл қажеттілікті қамтуы тиіс. Бүгін аталған колледжде болған облыс әкімі Бердібек Сапарбаев осылай деді. Облыс басшысы оқу орнының материалдық техникалық базасын көріп, білім сапасын білді. Бүгінде бұл оқу орнында 9 мамандық бойынша 2000-ға жуық оқушы білім алуда. Толығырақ Гүлбағда Қайратқызының бейнесюжетінде. Бұл хордың құрамында Ақтөбе гуманитарлық колледжінің талантты оқушылары бар. Бірнеше халықаралық байқаулардың жеңімпазы атанған. Бүгін өнер ұжымы 1000 бала шығармасын шырқап берді. Ақтөбе гуманитарлық колледжі өңірдегі мұғалімдік мамандықтарды дайындайтын ежелгі оқу орындарының бірі. Білім ұясының басшылығы оқу бағдарламасындағы өзіндік ерекшеліктерін айтып, дизайн және сән мамандығында оқитын оқушылардың тіккен киім үлгілерін, соңғы 2 жылда жаңғыртылған материалдық техникалық базасын көрсетті. Облыс басшысы мұндай мүмкіндіктерді мейлінше пайдалану арқылы мамандар даярлаудың сапалық құрамын арттыру қажеттігін, сондай-ақ сырттай оқу бөлімінің ұстаздық етуде қажеті жоқтығын нақтылады. Жылына 2 рет шақырып, одан кейін 6 рет шақырғаннан кейін қолына диплом берген. Ол оған ешқандай пайда бермейді. Оның мына жағы байымайды, мына жағы дамымайды. Ғасырға жуық тарихы бар колледждің деңгейі жаман емес. 2015 жылы бітірген түлектердің 73%-ын тұрақты жұмыспен қамтылған. Бұдан өзге Ақтөбедегі 20 мектеп пен 12 балабақша арасында келісімге отырып, сол ұйымдарда бітіруші оқушылар оқу өндірістік тәжірибеден өтеді. Оқу орнының жеткен жетістіктері мен міндет мақсаттарын өз баяндамасында айтып берген колледж директоры түйткілді мәселелерін жеткізді. Новое поколение. Біздің колледждің артында осы оқу орнына тиісті аумақ бар. Сол аумақ кезінде жеке кәсіпкерге сатылып кеткен. Қазір автотұрақ. Сол алаңды өзімізге қайтарып берсе, біз ол аумаққа спорт залы мен акт залын салғымыз келеді. Одан мәселе жоқ. Бірақ енді ол оқу келісемін. Сол жағы мәселесі бар. Оқу орнының маңыздылығын атап өткен облыс әкімі заман талабына сай оқу жоспарын өзгертуді. Сонымен қатар жастарды көгалдандыру, гүлзарларды тазарту істеріне шақыруды қолға алу қажеттігін ұсынды. Гүлбағда Қайратқызы, Арман Досмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.